Аллах Таала туралы жақсы ойлау деген бар ғой, мысалы, хусни зон билля, яғни. Наби саллаллаху алейхи ва саллям ла ямутанна ахадукум илля ва хуа юхсину занна би раббих дейді. Қайбірің өліп жатқан уақытында Алладан жақсы күмән қылып өліңдер дейді. Алла күмәндарын мені енді азаптайды демей, бәлкім алхамдулилла Алла субханаһу өткендерімді кешірсін, мына істеген амалдарымды мұғаф етсін, Аллаға жолығуды. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ман ахабба лиқа Аллахи ахабба Аллаху лиқааху, ва ман кариха лиқа Аллахи кариха Аллаху лиқааху" дейді. Кімде-кім Аллаға жолығуды жақсы көретін болса, жолығуды жақсы көрсе, Алла оған жолығуды жақсы көреді дейді. Кімде-кім Аллаға жолығуды жек көретін болса, Алла оған жолығуды жек көреді. Енді түсіндің ғой мәселені? Енді біреу Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ла ятаманнаянна ахадукумул маут", өлімді үміт қылмасын дейді. А мына жерде ахаббаллаху лиқа, ман ахабба лиқа Аллахи деп жатыр. Мақта деген қабірдегі мәселе ғой. Мына жерде өлуден бұрын. Мынау өлейін деп жатқан уақытта Аллаға жолығуды жақсы көру керек. Аллаға жақсы күмәнда болу керек. Амма тірі уақытта адам өлімді үміт қылмау керек. Яғни Алладан өлім сұрамау керек. Қиналып қалса да. Бәлкім егер шілей қиналып келетін болса айту керек: "Аллахумма ин кунта ta'lamu anna al-hayata khayrun li", өмір жақсы болатын болса жашат. Өлім жақсы болатын болса мен жанымды ал деп дуа қылу. Сен білмейсің да, қатты сондай бір тойып кетсе, сонда да сен білмейсің қай бір жақсы екенін. Жасау ма өлім ба? Сол уақытта да Алладан өлім сұрамай, Алла, өлім жақсы болса маған, сен білесің ғой дейсің да. Өлім жақсы болса маған өлім бер, тірі қалу жақсы болатын болса маған өмір бер деп дуа қыласың. Амма Алладан тура өлім, Наби саллаллаху алейхи ва саллям қайтарған. Өлімді үміт қылма деп Алладан сұрама. Себебі Алла саған бұл өмір, Алла саған беріп тұрған неғматты, оны ал десең, тура ал деген мағынада болады. Маған керек емес деген мағынада. Өмір деген Алладан берілген бір неғмат тұрса, сол себепті сенің хасанаттарың көбейеді, қанша өмірің ұзақ болатын болса. Сол үшін Наби саллаллаху алейхи ва саллям сендердің жақсыларың өмірің ұзақ болып, амалы жақсы болған адам. Ең жамандарың өмірі ұзақ болып, амалы жақсыларың өмірі ұзақ болып, амандары жақсы болған адам. Сендердің жамандарың өмірі ұзақ болып, жаман адамды болған. Себебі қанша өмір өте берсе, жамандығы көбейе береді тауызында. Түсінікті ме? Шақсы бұл мысалы, осы хадиске, яғни қабірдегі адам ғой дейді мысалы. Оған қабірдегі қай бірінде? Мысалы бір нексі жатта, яғни Аллах Тағаламен жүздесуін мысалы жақсы көреді, яғни оған қабірде жүздесу емес, осы дүниеде өлім деп жатқан уақытында. Ол қабірде деген бекер сөз ол. Қабірде қалай бұл? Яғни оған айтады, мысалы, мынау сенің жұмақтағы орның, ол қуанатты. Жоқ, ол қабірдағы туралы біздерге мәселе келмеген. Біз қалай ойлауымызды білмейміз қияметте. Ол бізге қиямет басталды. Ажиб шарықта бұл. Яғни өзі түсініп алғанда бұл хадис. Себеп ана хадис соған ұқсайды. Бірақ ғалымдар деп түсінбеген оны. Ол хадисті оқып, өзі түсінген адамдар да болады. Біреуді адастырады сөйтіп. Субханалла. Ол қашан бұндай вообще хадис жоқ та, қабірға барғанда мынандай қылыңдар деген. Болды, мынандай қылмайсың, сен қыла алмайсың, сені қылады олар. Сен өзі мамур боласың тек қана. Себеп мынандай қылыңдар деген қашан болады? Қарғараға келгенше. Себеп уақыты таклиф. Таклиф әлемі бол. Яғни амалдар әлемі. Кеткеннен кейін мынандай қылыңдар, қияметте бұлай қылыңдар деген нәрсе болмайды. Себеп ештеңе бұйрық жоқ қияметте, өлгеннен кейін. Амма қияметте қалай ол қабірде үміт қылады? Қайдан білесің қабірде қалай болады? Түсінікті ме? Ол сол бәлесі сол адамдардың хадисті оқиды, өзі түсініп алады мысалы. Кейін онысында лекция қылады оны.